Өмірде кездесетін көп аурулардың бірі адам басының айналуы, сақинасының ұстауы. Бұл ой жұмысымен, яғни шығармашылықпен, ғылыммен айналысатындарда, көп балалармен жұмыс істейтін тәрбиешілермен, мұғалімдерде де, қартайған кісілерде де жиі кездесетін сырқат. Оны дәрі ішіп те, халық емін қолданып та, тап-таза ауада серуендеп те айықтыруға болады екен. Ең бастысы асқындырып алмау қажет. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, біздің каналды 84% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бас айналу бұл жай-жай адам басында пайда болатын, кейде бірнеше күнге немесе аптаға созылатын дерт. Бас қатты айналғанда адам әлсіреп, тәлтіректейді, лоқсиды, немесе құсады. Сол кезде сырқаттың өңі қуарып, денесінен суық тер шығады, бойы қалтырай бастайды. Бас айналу ауруының басты себептері ішкі құлақ пен мидың зақымдануы болуы мүмкін, көздің дертке ұшырауы және тағы басқа жағдайлар бар. Адамдар кейде тұрған қалпын кенеттен өзгерткен кезде, қатты айналғанда, үлкен өрге қарай шыққанда, жылдамдықпен төмен түскенде олардың басы қатты айналады. Ол ортаңғы ішкі құлақтың қабынуынан пайда болады екен. Ми тамырлары дұрыс жұмыс істемесе де, бастың ауырып айналуы мүмкін. Мұндай кезде адам талықсиды. Спиртті ішімдікте, терденде, улы газдардан да, темекіні көп тартқаннан да бас айналады. Бас ауруы, оғанда әртүрлі аурулар себеп. Қан тамырларының қызметі бұзылса, гипертониялық аурулар, бас сақинасы, миға қан бір қалыпты келмейді. Содан бас сырқырап, солқылдап ауыра бастайды. Бас ауруы, ішкі секреция бездері бұзылса да, әйелдерде етек-кірі келгенде, етек-кірі тоқтағанда болады. Бас сырқатын басатын жағдайлар: күнделікті режимді қатаң сақтау, уақытында тамақтану, желдетілген бөлмеде жайлы ұйықтау және серуендеу, суға шомылу, емдік гимнастикалар жасау. Бас сақинасы, оның басқа атауы гемикрания деп аталады екен. Ол грек тілінен аударғанда бастың жартысы деген мағынаны білдіреді. Бұл сырқатта бастың бір жағы солқылдатып, қозғалғанда күшейіп ауырады. Бастың сақинасы ұстағанда кейде көздің көруі, сөйлемей қалушылық болуы, саусақтар шаншып әлсізденеді. Адам шу мен жарықты көтермейді. Дұрыс сөйлеуі, қабілетсіздік орын алады. Бас ауруы ұстамалары кез келген жаста басталады екен. Бас сақинасымен күресуде әсер беретін дәрі-дәрмектер бар. Үнемі байсалды болуы мүмкін болмаса да, орын алған оқиғаны сабырлы қабылдауға, қатты айтылған кездерде көтере білуге үйрену, бас ауруын дамытпай тоқтатуда маңызды қадам екен. Бас ауруына тамақтану. Бас ауруына қарсы дәрілерді көп қолданғанда, ағза оған үйреніп алады да, соны іздеп тұратын болады. Ауруды уақытша тоқтатқаннан көрі, ағзаның қорғаныс қуатын арттырған дұрыс. Мұндайда тамақтануға көңіл бөлу бірінші орында алады. Кей жағдайларда шоколад, кофе, шай, цитрус жемістері немесе никотин, тағы да басқаларға ағзаның қарсылығынан да бас ауырады. Мұны қан қысымын өлшеу арқылы анықтауға болады екен. Егерде жеген тамағыңыз ағзаңыз қарсылығын туғызбаса ғана, мынандай емдеуге көшіңіз. Әуелі ағзаны тазалап алыңыз. Ол үшін 2-3 күн қатарынан жеміс, көкөніс шырындарынан басқа нәр тартпау қажет. Шырынды қайнаған сумен араластырып, таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін әрбір 2 сағат сайын ішіп отырған жөн. Ішекті тазалау үшін күніне 1 рет клизма жасалады. Осылайша 2-3 күн ашыққаннан соң келесі күндерде аз ауқат, жеміс-жидектер болғаны жөн болады. Негізінен басы ауыратындар көбінесе жеміс-жидек, көкөністер мен жаңғақтар, астық және сүт өнімдерімен тамақтанса, ол өте пайдалы екен. Күніне 3 рет емес, аз-аздап 6 рет тамақтанған дұрыс болады. Тәтті, кондитерлік өнімдер, торттар, тағы да басқа ащы, тұзды қақталған,
тағы басқа қалбырланған тағамдардан аулақ болу қажет. Қан тамырларын тазалау бұл ағзаны тұтастай жаңарту мен жасартудың төте жолы болып табылады. Қан тамырлары қабырғаларында холестерин түйін ретінде жинақталады да, содан кейін тамырлар тарылып, айналыс реті бұзылады. Ол қан қысымы, жүрек қалыпсыздығы, бүйректің созылмалы сырқаты, созылмалы шаршауға себеп, өзге де ағза мүшелерінің қызметін бұзады. Ал тазартқаннан кейін қанның айналымы ретке келіп, әрбір клетка жұмысы жақсаратын болады. Осыдан кейін ағза жұмысы жақсарып, көптеген жайсыздықтар да, кейбір ауру түрлері де мүлдем жойылады. Ол әсіресе жүрекке пайдалы. Шаш, тырнақ, тіс сүйектер бекей түсетін болады. Өйткені олар клетка жаңаруы мен қан арқылы жеткен барлық витаминді жақсы сіңіретін болады. Міне, ағзаны тазартудың осындай тұстары көп, бірақ оны міндетті түрде медициналық мекемелерде мамандардың бақылауы және қадағалауымен іске асыру керек. Адам жасы денсаулығына байланысты болады. Тазартудың түрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін екенін ескертеміз. Сондықтан емнің нақ осы түріне рұқсаты жоқ мекемелер мен жеке адамдардың көмегіне жүгінбеген жөн. Ағзаны тазартуда біліктілік пен тәжірибе керек. Мына 4 тұнба қанды тазалайды. Қан адам ағзасындағы ең маңызды сұйықтық. Ол ағзаға қажетті дәрумендерді, минералды және биобелсенді заттарды денеге таратады. Сондықтан да қанды тазалап тұру қажет. Өйткені қанға шлак, улы заттар жиналып, қанның айналымын нашарлатады. Қанды тазалау үшін дәрі ішіп, екпе егудің қажеті жоқ. Бар болғаны, үй жағдайында мына халықтық әдістерді қолдансаңыз болғаны. Қан тазарып жасарады. Қан тазарған соң сыртқы ішкі саулығыңыз жақсарып, өзіңізді сергек, жақсы сезінесіз. Бұл әдіс сіздің қаныңыздың улы заттан, шлактан тазалайды, әрі қан айналымын жақсартатын болады. Сондай-ақ ақуыздың деңгейін реттеп, қанның құрамын жақсартады. Ол үшін мына шөптерден тұнба әзірлеп қолданыңыз. Ақжелкен тұнбасы. 50 грамм ұнтақталған ақжелкен тамырын 500 мг суға салып отқа қоясыз. Бір қайнатып алған соң оттан алып 2-3 сағат тұндырасыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып тамақпен бірге қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүргізуге болады. Қайың шырыны. Бір апта бойы қайың шырынын үзбей ішсеңіз, қаныңыз тазарып, қан айналымы жақсаратын болады. Нәтижесінде бойыңыздағы дерттен құтыласыз. Өзіңізді жақсы сезініп, саулығыңыз жақсарады. Осы нәтижеге жету үшін тәулігіне 1-2 литр қайың шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Мына азықтар қанды тазалайды. Халықтық әдістерден бөлек күнде тұтынатын кей тағамдар да қанды тазалауға қабілетті келеді. Нақтырақ айтқанда, лимон, сәбіз, брокколи, қызылша, алма, куркума, осы жемістер мен көкөністерді жиі жесеңіз, қаныңызды улы заттардан оңай тазартасыз. Сонымен қатар асқазан, ішек жолдары мен бауырдың саулығын жақсартасыз. Ми тамырын тазартуға болады. Біз ұсынған тәсілдер ми тамырларын тазалаумен қатар остеохондроз, бастың жиі ауруынан айығуға көмектеседі. Бастысы бұл оңай әрі қарапайым, залалсыз ем түрі деп жазады. Таңертең бал мен су араластырып ішіңіз. Осы әдіс арқылы денсаулығыңызды жақсартуға, өміріңізді керемет етіп өзгертуге болады. Видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Біздің еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.